Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қайырлы күн баршаңызға. Зайырлы көзқарас подкастымыздың бүгінгі қонағы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің аға оқытушысы, дін педагогика ғылымдарының PhD докторы Ырысбаев Жандос Орынбайұлы. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңіз. Бүгін біз сізбен бірге қазіргі жастар дінді қалай қабылдайды деген тақырыпта сұхбат өрбітетін боламыз. Жалпы жастар еліміздің болашағымыз жарқын, айқын болсын десек, оларға жақсы білім мен дұрыс тәрбие беріп қана қоймай, олардың ұстанымын айқындап беруіміз қажет. Сізге алғашқы сауал: қазіргі жастардың дінге көзқарасы қандай, және олардың діни көзқарасының қалыптасуына кімдер себепші болуда? Солай айтатын болсақ, отбасы, қоршаған ортасы деген сияқты. Ең әуелі тыңдарман қауымға сәлемімізді беріп қояйық. Ассалаумағалейкум. Жалпы өте өзекті тақырып, қозғалып жатқан тақырыптар. Бұл жастық шақ, бұл адам баласының бір көктемі, ағысы өзгермейтін бір өзен секілді, аспанда жарқ еткен бір жұлдыз секілді, сондай бір өткінші уақыт қой. Бұл уақытта жастар өздерін дамытып, өнері болсын, имандылық жағы болсын, отбасы құру мәселесіндегі өзінің тәжірибелер жақтары болсын, осында білім мен біліктілігімен шыңдап алмайынша, кейін өкінішке апарып баратын жағдаяттарға баруы мүмкін. Жалпы жастық шақ бір көктем дедік. Бұл Құран кәрімде де, аятта да Рум деген сүре бар. Сол сүреде 54-ші аятында келеді: Аллаху лази халақакум мин даъфин дейді. Алла сіздерді ең әуелі өте әлсіз қылып жаратты дейді. Яғни сәби болып дүниеге келген кезде ішіп жүру тұру деген нәрсені білмейді. Өте әлсіз. Сүммә жа'ала мин даъфин қувватан. Содан кейін сіздерді не істеді? Сол әлсіздіктен кейін күш қуат беріп, өніп өсіріп, сонда бір күш қуат берді дейді. Және де сүммә жа'ала бa'да қувватин даъфан. Содан кейін сіздер не істеді? Сонда күш қуатты кездеріңізден кейін сіздерді әлсіретті, және де шайбатан кәрілік келді деп келеді. Пайғамбарымыздың хадисінде де келеді: адам баласы екі әлсіздіктің арасында жаратылған деп келеді. Екі әлсіздік дегеніміз, біреуі кішкентай сәби болып дүниеге келгенменен қартайған уақытында. Енді осы ортадағы өмір, жастық шақ, тепсе темір үзетін уақыт, бұл ер баласы болсын, қыз баласы болсын, өте маңызды уақыттардың бірі. Әрбір қадамдары, әрбір уақыттары ақылменен, ой жүгіртуменен істегелі, бастағалы жатқан істерді, оқып жатқан білімін, немесе еңбегін ой толғанменен шешім шығармаса, ертең ол бір қателікке алып баруы мүмкін. Дәл сол секілді бұл рухани жағы да өте маңызды, рухани жақтар. Неге? Өйткені рухани жақта имандылық мәселелерінде бұл адам баласы жалпы тек қана бұл ет пен сүйектен емес, рухани жағынан да жаратылғандығына байланысты бұл денемізде қорекке өте мұқтаж болғандығы секілді, рухани жақтан да аштық деген нәрсені сезінеді. Оның орнын егер де дәл сол мезетте ата-ана дұрыс жәндегі имандылықпенен, дұрыс сенімменен тәрбиелеп өсірмеген болса, сол орын толықтырмаған болса, ол бала ертеңгі уақытта әрқандай да бір жақтарға кетуі мүмкін. Мәселен, ойын ойнау мәселесі болса, оны жақсы бір спортпенен шұғылдандырып деген секілді. Ал енді оның орнына кәдімгі телефондағы ойындарға кіріп, лудоманиялық жағдаяттарға кіріп, ақыр жағында құмар ойындарға кетіп қалу деген нәрселер бар. Осы жақтарына қарай ол біртін әсінәсін ол ары қарай алып кете беретін нәрселер. Дәл сол секілді мынау рухани жақты аштықты орнын толықтыратын нәрселер бұл имандылық дедік. Ал енді оның мәселелерін, имандылық сабағы бар, отансүйгіштік бар, спорт деген нәрселер бар. Осы нәрселердің орнына басқа нәрселер керетін болса, мәселен, нашақорлық дейді, темекі деген секілді, ол нәрселердің барлықтары адамның рухани аздыратын, өміріне өте қауіп нұқсан келтіретін нәрселер болып табылады. Сондықтан имандылық мәселесінде қазіргі таңда
еліміз ел басындағы жүрген, билік басында жүрген аға буындарымыз, сонымен бірге ел басқарып отқан ағаларымыз, сонымен бірге осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қара шаңырағымыз сол тарапынан халыққа дұрысын қандай нәрселердің жат нәрселер екендігін, біздің қазақ халқының салт дәстүр әдет ғұрыптарына сай келмейтіндігін, осы салт дәстүр мен әдет ғұрыпты ұштастыра отырып жастарға үйрету жақтарын өте жақсы қолға алынып келе жатқан жағдайы бар. Мәселен, осы жастардың дінге деген талпыныс жайында дін психология саласы бойынша магистрлік диссертация қорғадым. Сол жерде кеңес одағы дәуірінен кейін қазақ жастарының дінге деген талпынысы деген осы тақырып бойынша қорғадық. Сонда бүкіл Қазақстан облыстарының іштерінен 9 облысында жастарменен кездесу жасадық. Жастар кімдер кіреді оның ішіне? Оның ішінде жәндегі 17 жас пен 31 жас аралығы деп шештік. Сөйтіп осы жерде зерттеулер жасадық. Зерттеулер жасау барысында бізде әрине дінге деген талпыныс, әрине қазақ жастарының дінге деген талпынысы өте жоғары деңгейде. Алайда осы дінге деген талпыныс мәселесінде оқулықтарында болып жатқандықтарын көріп жатқан жағдайымыз бар. Оған енді алдағы уақыттарда айта жатармыз. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы 9 айлық ненің шешімін шығарған кезде Қазақстан бойынша осы бір жаздың өзінде 30 мыңнан астам шәкірттердің осы мешіттің қабырғасында діни сауат ашқандықтарын, жазғы діни сауат ашқандықтарын жарияланды. Сонымен бірге 3 мыңнан астам, 5 мыңнан астам адамның намазға қалай оқу керек екендіктерін мешіттің білікті ұстаздарынан, имамдарынан үйренгендігі жайында мәліметтер жарияланды. Және де сонымен бірге 3 мыңнан астам Құранға қалай оқу керек екендіктерін тәжвидмен дейді ғой, осындай оқып жатқандықтарын көрген кезде жастардың арасында осындай халықтың, биліктің, жоғарыдағы ағалардың негізгі осы дін бағытындағы сенім артып тапсырылған осы қара шаңырағымыз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына сенім артқандықтарын, халықтың да өз балаларын сол мешіт қабырғасындағы білімді білікті ұстаздарға апарып сол жерде сабақ үйреткізіп білім алғызып жатқандықтарын көрген кезде көңіл қуантады бұл мәселелер. Неге? Өйткені қазіргі таңда бұл жат діни ағымдар өте қоғамға кері әсер етіп жатқан жағдаяттар да бар, қауіп төндіріп жатқан жағдаяттар да бар. Біздің осынау ғасырлар бойы келе жатқан дін менен дәстүріміздің исламменен ұштасып бізге келген нәрселерді жоққа шығарып, оны ешқандай да зерттемей, бұл ислам дінімен ұштаса ма ұштаспай ма екендіктерін қарамай жоққа шығарып жатқандар бар ғой. Мәселен, бір мысалын берем, нелерде барған кездерде бір ағамыз айтады, неге дастарханда отырған кезде әлгі жат діни ағымдар келеді, бірден бисмиллахсыз бастап кетеді дейді. Ол дінде жоқ нәрсе деймін да, дінде не нәрсе бар? Дінде мынау нәрсе бар. Дінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірге дастарханда отырған кезде сахабалар не істеді? Пайғамбарымыз қолын дастарханға сұқпастан сұқпайтын еді. Пайғамбар бастайтын еді, бисмилля деп, ал бассаңдар дейтін еді, содан кейін бар сахабалар бастайтын еді. Бұл сахих риуаяттерде келген риуаяттар. Біздің бұл хадис біздің салт дәстүрімізге еніп кетті. Аталарымыз, әжелеріміз, ағамыз, әкеміз, анамыз, сол кісілер дастарханда кім үлкен болса, сол кісінің бастауын күтіп отырамыз. Бұл да біздің салт дәстүр әдет ғұрпымызға кірген нәрсе да. Сондықтан біздің салт дәстүр әдет ғұрыптарымызды зерттеп отқан аға әпкелеріміз де бар. Мәселен, Шамшат Әділбаева деген осы PhD доктор Нұр-Марак университетінде мұғалімдік жасаған докторлық диссертациясы осы дін мен дәстүр жайында жазылған кітап. Қазақтың мақал-мәтелдері, әдет ғұрыптарын бәрін қазақтың нелерін хадистермен, сүннеттермен салыстырмалы түрде жазған кісі. Дәл сол секілді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазіргі таңда 5-ші кітабын шығарып жатыр. Мәселен, дін мен дәстүр деп аталатын 5-ші кітабын шығарып жатыр. Осылардың барлықтарын біз игере отырып, имамдарымыз да халыққа жеткізіп жатқан жағдайы бар. Бұлардың барлығы халықтың имам ұстаздарға деген үлкен құрметі, сенімі,
екендігін бір дәлел ретінде, көрініс ретінде айта аламыз бұларды. Иә, аға, керемет. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, бұрын мынау жобалық диссертацияларды қорғаған кезде біз зерттеу жасадық, соның нәтижесінде жастардың дінге қызығушылығының артқанын байқадық дедіңіз, иә? Сондай-ақ жастардың діни білім алуға дегенде сұраныс артып келе жатыр дедіңіз. Енді жастардың діни көзқарасының қалыптасуына кімдер көбірек себепші болды? Оның отбасы ма, әке-шешесі ма, жаңағындай болмаса қоршаған ортасы, достары ма, имамдар ма, кімдер жастардың діни көзқарасының қалыптасуына көбірек әсер етеді? Біз осы зерттеу барысында осы сұрақтарды қойдық. Сіздің дінге келуіңізге, дінге қызығушылығыңызға қандай себепкер, кімдер себепкер деген кезде, сол жерде біз ата-ана, дос-жаран, қасында жүрген қоршаған ортам, немесе жәндегі өмірдегі келеңсіз оқиғалардың салдарынан деген секілді осы сұрақтардың белгілерін қойдық. Сол уақытта көпшілігі бұл қоршаған орта мәселесі екендігін, дос-жарандарменен бірге осы неменен дінге деген қызығушылықтар артқандықтарын жайында көбірек келгендігін көрдік. Ал сонымен бірге кейіннен ата-аналары тарапынан да болғандықтарын, сонымен ары қарай әлеуметтік желі деген секілді осындай ары қарай бағытын алып кете бергенін көрдік анкеталық сұрақтардың нәтижесінде. Енді сіз жалпы өзіңіз қазіргі уақытта қалада мешіттің имамында қызметін бірге атқарасыз. Жалпы қазіргі уақытта жастардың мешіттерге, ғибадат орындарына келуі қаншалықты деңгейде? Және де олар тек қана мысалы белгілі бір жұма намазына болмаса 5 уақыт намазға келу деңгейі қазіргі уақытта салыстырмалы түрде қандай жағдайда артып келе ма, ол ғибадат үйлеріне келуі болмаса азайған ба деген сияқты? Жастарды алғанда жаңа 17 жас пен 30 жас аралығындағы жастар дейтін болсақ, одан кейін төмендегілер жасөспірімдер, балалар дегендей. Енді көпшілігі мектеп жасындағы балалар, жастар, жасөспірімдер, балалар, жалпы балалар бұл көбінесе ата-анасымен келетіндіктерін көреміз, енді мешітке келген нелерді. Ал енді жас буындар, жоғарыда жастар, бұлардың өздері келіп құлшылық ғибадаттарын жасап жатқандықтарын көреміз. Жалпы салыстырмалы түрде көбейген ба? Көбейіп келе ме, қалай? Енді қазіргі таңдағы мынау әлеуметтік желілердегі көптеген неше түрлі әртүрлі жеткізу барысында мешіттегі жағдаяттағы келіп жатқан жастарменен білімділік дәрежелері дейміз ғой, сырттағы, мәселен университет қабырғасында сабақ беріп жатырмыз. Университет қабырғасындағы жастардың діни көзқарастары екі бөлек екендігін көреміз. Тіптен осы дін саласында осы жерде сабақ беріп жатқан болсам да, екі жақта да екі түрлі дәрежеде екендігін көреміз. Енді мешіттің ішіндегі келген жастарға қарап көбейіп жатыр деп айтатын болсақ, бірақ сырттағы жастардың несіне қараған кезімізде көңіліміз біраз су сепкендей басылады. Неге? Өйткені жастардың арасында ғана келіп жатқандар бар. Өте көп деп айта алмаймыз. Жалпы мынау Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді ғой, қазақ жақсы айтып кеткен ғой, үлкен 90 сөзін тобықтай түйген келтірген. Енді бұл жастар мешітке келгенде сол мешіттің білікті имамдарынан, ұстаздарынан тәлім тәрбие алып, сабағын алып, сол кісілердің айтқандарыменен өз құлшылық ғибадаттарын соған қарай бұрса, ол көңілді құптарлық мәселелер. Ал енді жоқ, өзге жат діни ағымдардың әсеріменен келіп жатқандарды, солардың әке-шешесінің немесе достарының ықпалыменен солар секілді құлшылық ғибадат жасап жатқандықтарын да көреміз. Бұл да қараған кезде біз көңіл қылжытады бұл мәселелер. Түсінікті. Енді мынау қазіргі уақытта жастардың діни танымына әлеуметтік желілердің әсері қаншалықты? Яғни олардың діни танымы болғанда дінге қызығушылығына,
және де олардың діни көзқарасын қалыптасуына әлеуметтік желілердің әсері қаншалықты деңгейде қазіргі уақытта? Оның пайдалы жақтары мен зиянды жақтарын айтып өтсеңіз. Енді қылыштың екі ұшысы бар дейді ғой. Сол секілді бұл әлеуметтік желілерде көпшілігі мынау жастарға өте көп әсері жоқ деп айтпаймыз, өте үлкен әсері бар. Өйткені қазіргі таңда үйдегі үлкен телевизорлерге отырып хабардың өзін көрмейтін дәрежеге жеттік. Телевизор көрмейтін дәрежеге жеттік. Неге? Өйткені әрбір адамның қолында телевизорде барлығы соның ішінде. Сондықтан қазір айтқан нәрсеңді мен оны көріп қойғам деген секілді әңгіме айтып отқандығын көріп жатамыз. Сондықтан жастарға бұл әлеуметтік желі көбірек дінге деген талпыныс мәселесінде көбірек рөл ойнайды. Әрине жақсы жағынан да, жаман жағынан да. Сондықтан біздің бұл әлеуметтік желіде білімді, білікті ұстаздар өздерінің жәндегі айтқан уағыздарын жақсылап тұжырымдап, әдемілеп қойып жатса, жастардың арасында шығып жатқан сондай бір білікті ұстаздары да шығып жатса, бұны тыңдап жатқан жастардан сұраған кезімізде олардың тыңдайтындықтарын айтып жатады. Сондықтан дұрыс жағынан көбірек біз қазіргі таңда әлеуметтік желіге көбірек мән беруіміз керек. Неге? Өйткені жат діни ағымдардың көпшіліктері осы әлеуметтік желі арқылы еліміздің арасында іріткі салып жатқандар өте көп. Елдің ішінде отырмай, сырттағы өзге елде отырып, бізге осындай пәтуасын беріп деген секілді бізге жүрмейтін, біздің халықтың арасында ол пәтуасы ешқандай да орынға келмейтін. Тіпті біз мынау көрші Өзбекстан, Қырғызстан елінің өкілдіктер мүфтиятының берген пәтуаларының өзі бізге не істемейді? Жүрмейді. Бізге жүрмейді. Біз өзіміздің Қазақстан қара шаңырағымыз бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы соның пәтуасын негізі бойынша не істейміз? Ілгерілейміз, жүреміз. Сондықтан бізде осы әлеуметтік желіде көбірек мықты мамандар өздерінің жастардың көбірек тыңдайтындықтарына байланысты өзге елде отырып, біздің елімізге іріткі салып отқандардың алдын алу үшін осындай көбірек әрекет жасауымыз керек, көбірек жәндегі әлеуметтік желіменен жұмыс істегеніміз дұрыс деп ойлаймын. Демек, қазіргі уақытта әлеуметтік желінің әсері үлкен, олардың жастардың діни танымының қалыптасуына әсер етеді. Сонымен қатар жат діни ағымдардың да бұл жерде белсенділігі бар. Енді қараңызшы, келесі сұрақ, деструктивті діни ағымдардың жастарға ықпалы қаншалықты қазіргі уақытта? Және олар сөзсіз әлеуметтік желіде жұмыс жасап жатыр. Осы жат діни ағым идеологиясының жастарға ықпалы және олар жастарды қандай тақырыптарды қызықтырып, қандай тақырыптармен өздеріне тартуға тырысады? Енді тақырыптар болғанда мынандай нәрселер. Ең әуелі әлеуметтік жұмыссыздық мәселелері, жұмыс іздеп жүрген кісілер бар. Осындай жастарға қастарында жұмысқа тартып, оларға материалдық жақтарынан көмек қол ұштарын беріп деген секілді, мынау бір жұтымнан өңештен өткеннен кейін оның айтқанында кері қайтарамай қалатын жағдай болады ғой кейде. Сондай мәселелерде осындай жағдаяттармен кетіп жатқандар да бар жастардың ішінде. Ешқандай да білімсіз, біліксіз, ешқандай да бір зерттеусіз осы кісінің айтқан дұрыс, өйткені маған осындай қиналып тұрған кезде осындай қол ұшын берді деген секілді осындай менен кетіп жатқан жастар өте көп бар. Сонымен бірге мынау әлеуметтік желілерде өте әсері бар, өйткені әрбір жастың қолында осындай сенсор, кәдімгі ұялы телефондар арқылы да өзінің көкейіндегі сұрақтарын барып, имамға барып, немесе білікті ұстаздарға барып, сұрап отыру, ерініп, ортада жазып жіберсе, ар жақтан сұрақтардың жауабы шыға келеді, соны тыңдап отыру арқылы солай шығып жатқандар да бар. Және орыс тілді аудитория мәселесі бар. Орыс тілді аудиторияның көпшіліктері осы жат діни ағымдардың уағыз насихаттарыменен көп толы орыс тілді делер. Себебі бізде қазіргі уақытта қоғам арасында ашықтан ашық ешкім дінді тарата алмайды. Сондықтан олар әлеуметтік желі шетелдік
уағызшылардың ықпалы басымдау. басымырақ Сондықтан да олар орыс тілінде көбіне орыс тілді нелерменен көп уағыз айтып, насихат айтады. Бізде де енді жастардың арасында орыс тілді жақсы меңгергендіктеріне байланысты қазақшаға қарағанда орысша көбірек түсінікті деп соны тыңдап жататындар да бар да. Сондықтан бізде осы жақтарына көбірек мән беруіміз керек. Және де жастардың жалпы білімін арттыру керек қой, осы дін сала болсын, рухани жақтарынан болсын. Бұл тұрғыда әрине мешіттердегі имамдар, ұстаздар рөлі өте үлкен. Мен жалпы мынау жастармен кездескен кезде көбінесе айтып жатамын. Бір простой қарапайым нәрсені өзіміз, тісіңіз ауырса мықты стоматолог іздеп кетесіз. Машинаңыздың моторы кетсе мықты моторист іздеп кетесіз. Неге сіз осы өзіңіздің өміріңіз, ақиретіңіз болған рухани жағыңызда кемелдендіру барысында, білім шыңдау барысында неге алдыңызға шыққан ұстаз секілді көрінген адамды неге сіз оны тексермейсіз? Сіздің өміріңіз, ақиретіңізді жалпыламай құртады ғой. Әркімнен сұрай беру арқылы, 5-6 хадис, 5-6 аят жаттау арқылы ол кісінің бір ғалым ретінде көріп, оның арқасына неге еріп кете бересің? Ол бір дін маманы емес, ол бір жәндегі ұстаздың алдында тізе бүгіп шәкірт болып оқыған адам емес. Неге оны сұрамасқа? Оны қай жерде оқыдыңыз? Біліміңіз қандай деңгейге шейін жетті? Құранды қаншалықты жаттағансыз? Хадистер қанша хадис жаттағансыз? Фихты қанша білесіз деген секілді осының бәрі тереңнен сұрау керек алдындағы адамнан. Ондай нәрселер болмаса, ол кісінің айтқан сөздерінен ермеу керек, оның арқасында жүрмеу керек. Өйткені сіздің неңізді, отбасыңызды болсын, қоғамдағы орныңыз болсын, барлығын астан кестен шығарады бұл мәселелердің барлықтары. Деп осылай ескертеміз. Жалпы мынау жаңа өзіңіз айтып өткендей, жастар бұл ең тұнып тұрған білім алатын, және де сонымен қатар қызығушылығы мықты, қандай неге болсын өзінің әсерленіп, эмоциямен қабылдайтын кездер ғой. Жалпы қазіргі уақытта маман ретінде айтыңызшы, деструктивті діни ағымды насихаттаушылар қандай тақырыптарда көбірек жастарға уағыздар, насихаттар айтып жатады? Қандай тақырыптармен жастарды қызықтырып жатады? Және қалай өздеріне баурап алады? Осы насихат жағынан жақсы айтып өттіңіз. Бірінші кезекте олар әлеуметтік жағынан көмек беру арқылы тартып келдіңіз ғой. Енді олар әлеуметтік желінің ар жағында отырып, жастарды қандай тақырыптарды өзіне, мүмкін олар саяси тақырыптарда сөз қозғайды ма, мүмкін шариғат тақырыбында ма, болмаса құлшылық тақырыбында ма, мүмкін діндегі құндылықтар жайында ма, қай тақырыптарда сөз қозғай отырып, қандай нелермен өзіне баурайды? Осына кеңінен тоқталып өтсеңіз. Біз қазір осы Шымкент қаласында 5 аудан бар ғой. Сол аудандарда осы діни оңалту бөлімінде де қызмет атқарамын. Сол жерде басшымыз Стасан деген имамымыз болады. Осы сол имамымыздың басшылығыменен әр мешіттерде кездесулер жасаймыз. Әр мешітке барғанда кездесу жасап, жалпылама жамағатқа әрі жеке кездесулер, жат діни ағымдардың несіменен, ықпалында кеткен кісілерменен жеке кездесулер жасаймыз. Сол жерде жастармен кездескен уақыттарымызда көпшіліктерінің айтатын уәждері бұл өздерінің діни сауаттылықтарының нашарлықтарына байланысты. Діни сауатсыздықтарының, білімсіздіктеріне байланысты. Енді келіннің бетінің кім бірінші ашса, сол ыстық көрінеді деген қазақта сөз бар ғой. Сол секілді сонда рухани шөлдіркеп тұрған уақытта сондай бір рухани мәселелерінде уағыз дұрыс айтқан болуы мүмкін. Кейінгі ар жағындағы мәселелерінде ол байқамай, немесе оның арт жағындағы мәселелерді зерттемей, өзі адасып, өзгенді адастыратын сол жолға түсіп кеткен, байқамай кетіп жатқандар да бар. Жалпы біз жастарда дінге деген көзқарастары оң жағында. Бірақ дегенмен осы діни сауаты ашу мәселелерінде айтарым, ата-ана балаларын
кішкентай кезінен осындай рухани имандылық сабақтарын өздері берсе, немесе сондай білікті сондай кісілерменен тәлім тәрбие жүргізсе, бақылауыменен, бұл өсе келе ол бала ұядан ұшқан құс секілді ұшқан уақытта бақылай алмайды ғой. Имам Али радиаллаху анхтың айтқан сөзі бар: балаларыңызды өздеріңіз жоқ күн үшін тәрбиелеңіздер дейді. Бұның ашықтамасын айтады: өздеріңіз жоқ күн үшін тәрбиеле деген, ол екі мағынасы бар. Біреуі, ол бала ертең ұядан ұшып өз еңбегімен, білімменен, білім іздеп, нәпақа іздеп сол жолға шығады. Сол уақытта сен қасында болмайсың дейді. Сол уақыттарда оған жүрегінде Алладан қорқу, имандылық, халыққа, жалпы үлкенге құрмет, кішіге іззет, халықтың нәпақасын жемеу, ақысын жемеу деген секілді нәрселерді жақсылап жүрегіне ұялатып, Алладан қорқу ұялатып, сөйтіп дұрыс сен имандылықпенен тәрбиелеп өсіретін болсаң, ол баладан бір қорқыныш келмейді. Сен қорықпайсың. Ал екінші, бұл ата-ана ол мәңгі бақи емес қой, бір күн дүниеден өтеді. Артында қалған балаң да ертең сондай бір ізгі, салих ұл перзент болып қалған болса, көзің артта қалмайды деген сөз ғой. Сондықтан ата-аналарда өз балаларын ешқандай да біреу келіп, жат діни ағымның өкілдері келіп, тәрбиелеп, оны дұрыс емес, бұрыс жолға қарай жетектеп кеткеннен гөрі, өз ата-аналары ең әуелі осындай рухани имандылық сусындатқан дұрыс деп ойлаймын. Бұл менен бір не болып кетпейді. Әрбір адам молда болып қалмайды, немесе имам болып кетпейді ғой. Бірақ сондай бұл жерде дұрыс сенім болса екен. Дұрыс бағыт көрсету дейсіз ғой. Жалпы жастарды өзі ата-ананың бір несі, спортқа тәрбиелеу, отансүйгіштікке тәрбиелеу, қол өнер деген секілді нәрселерді үйрету, бұл ата-ананың міндеті ғой. Бұл міндеттерді ішіне кірген дұрыс деп ойлаймын бұны. Түсінікті. Мен бағана сұрақты ашықта басам, жат діни ағымдар, бағанағы шетелде отыратын, орыс тілді уағызшылар бар. Солардың көбінесе қандай тақырыптар, мысалы сіздер енді маман ретінде зерттейсіздер ғой, қандай тақырыптарды көбіне қозғайды олар? Өздеріне баурап алу үшін. Руханият жағынан қозғай ма, болмаса саясат жағынан қозғай ма? Мысал ретінде бір екеуін келтіріп бере аласыз ба? Енді әр елдің салты басқа деп келеді ғой. Сол секілді ең әуелі біздің салт дәстүр әдет ғұрыптарымызбен тікелей осындай күрес жүргізіп жатқандықтарын байқаймыз. Жаңа да сөзіміздің басында да айттық, ешқандай да зерттеусіз осындай бүкіл қазақтың салт дәстүр әдет ғұрыптарын бәрін жоққа шығарып жатқандар дедік қой. Сондай әдет ғұрыптарға көбірек шоғырланғанды көреміз. Анау харам, мынау тыйым салынған, анау болмайды, мынау деген секілді осындай нәрселерді көбірек осыменен баурап жатқандықтарын көреміз. Ана бала оны естіген кезде оның миында санаған сұрақтар ортаға шығады. Яғни дін мен біздің өзіміздің ұлттық дәстүріміз бен құндылықтарымызды қарама-қайшы қойып жатады. Қарама-қайшы қою. Осындай тақырыптарды көп қозғайды. Осындай тақырыптарды көп қозғау мәселесі. Бұның мақсаты бұл жерде жастарды ұлттық құндылықтардан ұзақтату болып тұр ғой. Енді халықтың арасында іріткі салу. Діни алауыздық, діни алауыздықтарды ортаға шығару. Осындай тақырыптарды кеңінен. Тағы қандай тақырыптарда? Сонымен бірге біздің мынау тарихымызға да көбірек мәселелерді жоққа шығару. Мәселен, таза ислам енді келіп отыр. Біздің бұрынғы ата-бабаларымыз деген секілді осындай адасқан деген секілді осындай әңгімелер айтатындар да бар. Қазақтың батырлары, би шешендері барлықтары дерлік үлкен медресе, сондай діни сауатын ашқан кісілер болған. Абылай ханның қасында Бұхар жырауда үлкен ғалым кісілерден болған. Дәл сол секілді Тәуке ханның жет жарғасы дейді. Бұлардың бәрін қарайтын болсаң, ешқандай да бір діннен, ислам дінінен ұзақ нәрселері емес. Біздің ата-бабаларымыздың барлықтары дерлік осы діннің саясында халықты ауызбіршілігін не істеп отырған, біріктіріп, бір жерде
бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, осындай халықты айранда үйітіп сондай отырған халық болған. Сондықтан болсын біздің тарихымызға көбірек жоққа шығарушылық деген нәрселерді қолға алатын жақтары бар. Бұл да бізде қазіргі таңда әлеуметтік желі деп қайта-қайта айта береміз ғой. Жастардың арасында мынау өзінің тарихын оқу, әдебиет оқу деген нәрселер өте төмендеп кетті бұл жастардың арасында. Біздің қазір мынау бір киноны қоя беріңіз. Егер бір 4-5 минуттық видео болатын болса, оның өзін тез көргісі келіп, ондай өткізіп жіберетіндей сондай бір асығыстық, сондай бір ненің ішіне кірген секілдіміз. Сабырсыздық мәселелері бар. Кітап оқудан ұзақтап бара жатырмыз. Сондықтан жастардың арасында осы өзінің тарихи жайында жазылған Ильяс Есенберлин бар, Қабдеш Жұмаділ бар, Дарабозы бар, Алмас Қылыш бар деген секілді осындай тарихи трилогиялық романдарымызды көп-көптеп оқыса, сонымен бірге осы кейінгі уақыттарда Кеңес одағында шыққан кітаптарымызды да оқыса, біздің тарихымызда ондай бір олқылықтардың болмағандықтарын көретін еді. Оны білмегендіктен, оның жайында бас ауыртпағандықтан көбінесе осы біз жат діни ағым, деструктив ағымдардың айтқан сөздері арқылы соған қарай еріп кетіп жатқандар өте көп болып жатыр. Түсінікті. Аға, енді осы сұхбатымызды қорытындылау үшін сізге ұсыныс сұрақ: жастарды теріс діни ағымдардан сақтау үшін қандай іс-әрекеттер жасауымыз керек? Осыған қысқа нұсқа ұсыныс айтсаңыз. Неге мән беруіміз керек? Тағы да жаңа айтып өттіңіз, кітаптар көп оқу керек дедіңіз, жаңа дін мамандарына жүгіну керек дедіңіз. Оқыған, білікті мамандарға. Тағы қандай нәрсеге мән берсек болады? Жалпы жастар өзінің алтындай уақыты болған уақыттарын, өмірлерін зая кетірмеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Инналлаху мағбун фихимак. Шындығында Алла Тағала адамдардың бәрі зиянда дейді. Бұл көпшілігі бұл жәндегі неде? Бос уақыттың және де денсаулықтың қадірін білмеушілікте дейді. Енді қарайтын болсақ, бос уақыт мәселелерінде жастарымыз бос уақыттарында осы спортпен айналысса, өзін дамытатын жігітке жет өнерді аз дейді. Жан-жақтылық дейсіз. Қол өнерлілік деген нәрселермен айналысса, қол өнерлілікті мәселені осы шетелдерде көрдік. Жазғы уақыттарда ата-аналар балаларын өзінің икеміне қарай сондай бір ұсталардың қасында, парикмахердің қасында, саудагердің қасында сол жерге бір несі шырақшы деп қояды. Сондайлардың қастарына отырғызып, солармен бірге үйреткізетін мәселені. Тәжірибе алмасады. Тәжірибе алмасады. Кішкентай кезінен соны біліп өседі. Анаған кіші 5-10 теңгесін беріп жүреді. Мәселен, ол да жет өнерді аз дейді. Осы жет өнерлік, онда кейін мынау отансүйгіштік дейді. Жаңа да айтып өттік, осындай тарихи жерлерімізге тегін студенттердің арасында, оқушылардың арасында білікті, білімді, сондай жастардың патриоттық сезімдерін оятатын, сондай бір мықты суреттеп айтып жатқан кезде кино көріп отқандай қылып айта алатындай дәрежеде тарихымызды жеткізе алатын сондай бір мамандармен бірге гид болып осы тарихи жерлерімізге тегін осындай бір саяхаттар ұйымдастырылса, және де имандылық сабақтарын көптеп берілсе дұрыс жағыменен. Бұл жастардың арасында бұндай жат діни ағымдардың жетегіне кету деген нәрселер болмас еді. Уақыттардың барлықтары да шектеулі болғандығына байланысты. Мәселен, қазір таңда көптеп оқушылар сарайын салынып жатқанына мен қатты қуанамын. Әр двордың алдында спорт жәндегі нелері жаттықтыратын жерлердің болғанымен қатты қуанамын. Неге? Өйткені жастар босқа уақыттарын өткізбейді, сол жерлерде өзі шынығады, әрі ойнайды деген секілді. Осындай жат діни ағымдардың нелердің жетектерінде кетпес үшін жаңа айтылған мәселелермен бірге ата-аналар да өз балаларының әлеуметтік желіде неге қарап отыр, қандай нелерменен бақылап отыр, кімдермен сөйлесіп отыр, бұның бір бақыласа, көріп тұрса, біз жәндегі ата-ананың өзінің бір құқығы деп ойлаймын. Сондықтан оны бақылаған кезде балалары кімменен дос болып жүр,
оқанда бақылаған дұрыс, кіммен дос болып жүр. Өйткені достың өте баланың несі болашақ үшін рөл ойнайды. Досыңды айт, өзіңді кім екенін айтайын дейді ғой қазақ. Сондықтан бұл мәселелерге өте қатты мән берген дұрыс деп ойлаймын. Өте орынды. Құрметті Жандос аға, сіздің біздің студиямызға келіп, өз ойыңызбен, пікіріңізбен бөліскен үшін сізге үлкен алғысымды білдіремін. Құрметті көрермендер, жастар туралы, жастар мен оның діннің қарым-қатынасы жайында бүгін керемет сұхбат болды. Өте өзекті мәселелер айтылды, ұсыныстар айтылды. Осыдан қорытынды шығарып, жастарымызды жақсы жолға тәрбиелейтіндей бір сұхбат болды деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, келесі сұхбатымызда кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар.